Армысыздар, құрметті көрермендер. Рокфеллер Джон Дэвисон, америкалық магнат кәсіпкер әрі филантроп. Адамзат тарихындағы ең бай адамдар тізімінде. ақш мұнай индустриясында үстемдік құрған әрі ең алғашқы ірі тресттердің бірі. Standard Oil компаниясының негізін қалаушылардың бірі. Компания шарықтау шегіне келген кезде бүкіл өндірістің 90%-ын бақылап отырған. Ол мұнай индустриясына революциялық өзгерістер енгізді. Сонымен қатар Эндрю Карнеги сынды алдыңғы қатарлы өндірісшілермен бірге қазіргі заманғы филантропия жүйесін құрды. Филантропия мұқтаж тұлғаларға, жеке тұлғалар, ұйымдар, мемлекеттік институттарға, мемлекеттерге материалдық көмек көрсетуге бағытталған іс-әрекет. 1870 жылы өзі негізін салған Standard Oil компаниясында 1897 жылы зейнетке шыққанға дейін қызмет атқарды. Рокфеллер бұл компанияны бауыры Уильям, сонымен қоса Генри Флаглер, Джабез Боустуик, химик Сэмюэл Эндрюс және дауыс бере алмайтын Стефан Харгенстермен бірге Огайо штатында серіктестік ретінде құрды. Керосин мен бензиннің бағалылығы артқан сайын, оның да байлығы көбейе түсіп, әлемдегі ең бай адам және алғашқы долларлық миллиардер атанады. Ол қайтыс болған 1937 жылы оның байлығы 336 миллиард доллар, немесе ақш жалпы ішкі өнімінің 1,54%-ын құрады. Тарихтағы ең бай адам тізімінде. Оның әулеті Ротшильдтер әулетімен бірге жаңа әлем тәртібі, ағылшынша New World Order, мемлекеттен жоғары әлемдік билікті басқарады. Олар дәулетін жасырып көрсеткендіктен миллиардерлер емес, шындығында триллионерлер деседі. Ал қазір сіз осы Рокфеллердің байлық туралы 12 ережесімен танысатын боласыз. Бірінші ереже: біреу үшін аз жұмыс істе, өйткені сіз өзіңіз үшін аз еңбек етсеңіз, соғұрлым нашар өмір сүресіз. Екінші, ақшаңызды үнемдеңіз. Арзан немесе көтерме сатып алуға болатын жерді іздеңіз. Сатып алу тізімін алдын ала жасап, оны орындаңыз. Үшінші ереже: егер сізде ақша аз болса, бизнес жасау керек. Егер сізде мүлдем ақшаңыз жоқ болса, дереу бизнес бастау керек, дәл қазір. Төртінші ереже: байлықтың жолына пассивті табыс арқылы ғана жетесіз. Бесінші ереже: айына кем дегенде 50 мың доллар табу туралы ойлаңыз. Мейлі, одан да көбірек. Аз болмайды. Әлемдегі ең бай адамдар айына сонша жұмсайды. Алтыншы ереже: ақша сізге басқа адамдар арқылы келеді. Сондықтан бөтен адамдармен араласыңыз. Адамдармен көп араласа бермейтіндердің бай болуы өте сирек. Жетінші ереже: кедей орта әрдайым сізді кедейлікке тартады. Ал жеңімпаздар мен оптимистер сізді тек жақсылықтар мен байлыққа жетелейді. Сегізінші ереже: егер жауапкершіліктен жалтарсаңыз, кедейлік туындайды. Сондықтан өзіңізді мінсізбін деп ойламаңыз. Тоғызыншы ереже: әлемдегі ең бай адамдардың өмір баяндары мен ойларын көбірек оқыңыз. Оныншы ереже: арман бұл сіздің өміріңіздегі ең бастысы. Адам армандамаған кезде өле бастайды. 11-ші ереже: адамдарға шын жүректен көмектес. Кем дегенде табысыңыздың 10%-ын қайырымдылыққа жұмсап отырыңыз. 12-ші ереже: өзіңіздің бизнес жүйеңізді құрып, тапқан ақшаңыздан рахаттаныңыз. Джон Дэвисон Рокфеллердің байлық туралы 12 ережесі осы. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, басқа да пайдалы бейнелердің шыққанын қаласаңыз, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса отырсаңыз болады.